Асқа қарап дәмнен алайық. Мінеке Темірхан құдамыз көрегендігін көрсетіп, тектілігін танытып, бүгінгі құдалардың көшін бастап келіп, құдалар делегациясын жақсылап мінеке аттарына түстеп, бүгінгі біздің Сыңғыбай көкемізбен Әшіркүл анамыздың ағайын туысына таныстырып жатқан орны бар. Біз енді осы бүгінгі келіп жатқан құдаларға бір қауым ел болып құрмет жасап жүрген ағайын туыс, Сәкеңнің ағайындарын ет бауырын, Әшіркүл анамыздың ағайын туыстарын жақсылап сіздерге таныстырып қояйық. Сіздер асқа қарап дәмнен алып, қуаттанып, шуақтанып отырыңыздар. Қазақта айтады, іш қызбай, іс қызбайды дейді. Сіздер үшін арнайы жайылған дастархан, құстың сүтінен басқа тағамның бәрі алдарыңызда. Асқа қарап отырыңыздар. Қуанышта домбырамды арқалап, ұлы жүзде дулатыма сүйе боламын. Әкем жеткен Жаңалбайының қызын алып, сондықтан кіші жүзге жиен боламын. Алла тағала өзіне қоңыраттың қызы берді, сондықтан орта жүзге күйе боламын. Енді құдалар қауым Найман елінің көшін бастап келіп жатыр, байырғы кездерде өткен ғасырларда Найман елі Ирак мемлекетін 130 жыл билеген екен. Яғни бір жарым ғасыр. Құдай қаласа ел билейтін, ел сыйлайтын жандар жарасқан қос қашықтан сынды ел сыйлайтын азаматтар президентте дүние көзін ашып кетеді. Өмірге келетін немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің ең нашарында біз секілді ел басқармасында осылай той басқарып, елдің алдында еркелеп жүретін азамат болсын деп Алладан тілейік. Мына қазақта айтады, арғымақты қамшы қоздырады, өндерін шапалақ қоздырады деп жатады. Әзілсіз күлмекке жақсы. Бір күні екі қарға Байқоңырдың төңірегінде бір столбаның төбесіндегі әңгіме қылып отыр дейді. Екеуі столбың төбесінде отырса, ракета ұшып бара жатыр дейді көз алдарында, тіп-тіке. Сөйтіп жаңағы бір қарға екіншісін айтып жатыр, дей, ананы қарашы сен, біз Алланың жаратқан қос қанатымен ана темір сияқты тіке және қатты ұша алмаймыз. Ананың қалай ұшып баратқанын көрдің бе десе, екінші айтады дейді, көрер едім сенің де артыңа бір от қойып жүрсің деп ойлайды. Соны айтпақшы, шапалақ ұрып қойсаңыздар, Тағы бір жас шаққа саяхат болсын. 80-90 жылдардың хитіне айналған тамаша бір әндерден құрама жасап, папури қылып көңілден шырқап қояқ. Енді асқа қарап дәмнен алып, қуаттанып, шуақтанып отырсыздар, бойында күші бар адам сияқты «Оу!» деп, жаңағыдай әннің ырғағын біліп, сөзін біліп жатсақ, бірге шырқайық кәдімгі. Қарындастарым, қарлығаштарым, жасылмай жүрген жалын тастаным, жанартау болып, жарылып кеуде, сендерге арнап, әнді бастадым, жанартау болып, жарылып кеуде, сендерге арнап, әнді бастадым. Қыздар, қыздар, еліктегенім, еліктірдіңдер, желіктегенім, желіктірдіңдер. Аяттен, жүрегім жалғыз, бәріңе бірдей, өліп берерім. Әттен, жүрегім жалғыз, бәріңе бірдей, өліп берерім. Аққанаттарым, арманлысыңдар, жүректі жаулап, алғанлысыңдар, сыланған әсем, аққумысыңдар, аспан көңнөй, самға ұшыңдар, сыланған әсем, аққумысыңдар, аспан көңнөй, самға ұшыңдар. Қыздар, қыздар, еліктегенім, еліктірдіңдер, желіктегенім, желіктірдіңдер. Аяттен, жүрегім жалғыз, бәріңе бірдей, өліп берерім. Әттен, жүрегім жалғыз, бәріңе бірдей.
eline baqıtlı bolam dep emes, sol eldi baqıtlı kılam dep barat deydi. Бүгінгі біздің Сырлыбай көкеміздің, Әшіркүл анамыздың әулетінің биыл бала келіні болып, келесі жылы ана келіні болып, осы елдің дана келіні болып, біздің Сабира құдағи мен Әшіркүл апамыз немеренің атын қоюға таласып жүре берсін. Әрдайым сәкенің шаңырағына төрге шығып еніңіздер. Қыздарыңыздың осы әулетте бақытты ғұмыр кешуіне еш күмәнсіз сеніңіздер. Құдай қаласа Алла нәсіп етіп, келесі жылы осы уақытта шілдехана бесік тойға келіңіздер. Апаларымызға рахмет, аталарымызға рахмет. Бүгінгі тойға куә болып, тілектес болып, ниеттес болып, ұшқан құспен қанаттас, жақсыменен табақтас болып, мінекей бүгінгі тойға куә болып отқан. Апа демекші, ата демекші, бір күні қазақта айтады ғой, атаңның әзілдің жарасы атаңмен ойна дейді. Бір күні жаңа біздің бір атамыз менен апамыз екеуі қол ұстасып, Астанаға экспін тамашалайық деп екеуі пойызға мініп, пойыздан жаңа вагонның купеден орын алып, купеде білесіздер, 4 адамның орны болады. Екеуіміздің атамыз бен апамыз алып кетіп бара жатса, жолдан орыстың кемпірі мен шалы мінді. Төртеуі серіктес болып жолда кетіп бара жатса, жаңа орыстың шалы кемпірдің ас үстіне түсіп барады дейді, станцияға тоқтаса алмасын әкеп беріп, жүзімін әкеп беріп, жаңағы неден бар ыстық суын әкеп беріп, кеше тоқ дейді ғой. Оның бәрін біздің апамыз көріп отыр. Сөйтіп жаңағы орыстың шалы мен кемпір екеуі Қарағандыға барғанда станцияда түсіп қалып кетіп, көпенің ішінде біздің атамыз бен апамыз екеуі қалып, апамыз айтып жатыр дейді атамызға: "Ей шал, көрдің ба? Ана орыстың шалын көрдің ба? Кемпірдің ас үстіне түсіп өліп барады. Дорогаяны айтады, милаяны айтады, любимая небір сөздерді айтып жатыр" десе, атамыз ерімнен танып тұрып, қарап тұрып айтады дейді: "Қойшы өзің кемпір емес шығар" деп айтады. Шындай қаласа, бүгінгі мына жандар жарасқан қос қашық сол аталарымыз сияқты, апаларымыз сияқты ғұмыр кеше берсін. Бір күні бір атамыз ауылдан қалаға баласын үйін іздеп, немересін қолына ертіп, кемпірін ауылға тастап екеуі келіп тұр дейді. Енді зәулім үй қазір салынып жатқан, көп қабатты, былай орысша айтқанда жаңағы дом дейді ғой. Атамыз немересін қолына ұстап, подъездің ішіне кіріп, қай пәтерге кірерін білмейді дейді. Баласының үйін таппай қарап тұрса, бір кемпір келіпті да, бір городской кемпір келіп, былай ашылып жауып отқан есікке кіріп кетіп, яғни лифт. Ол атамыз түсінбейді, қалай былай ашылып жауып отқан есік деп. Жаңағы кемпір кіріп кеткеннен 5 минуттан кейін жаңағы есік былай ашылса, ішінен 15 жасар қыз шығып келіп жатыр. Атамыз немересіне қарап айтады дейді: "Ей балам, апаңды бекер тастап кеттік ауылға. Апаңды әкеліп дүниеге бір салып алып алатын апарады." Кемпірді қыз қылатын апарады деп ойлап қалды. Ал, мына енді қазыналы қарттарың заман болсын. Келемін сен деп алыстан аңсап, тұршы күлімдеп жолыма қарап, ей жолдың азабын таптым мен қалай, сүйген жарыма жетерім қалай. Жолдың азабын таптым мен қалай, сүйген жарыма жетерім қалай. Ей жүрегім менің дүрсілдейді, алға тартқан аторлай. Жұлдыз қандай, айғарыдай, шофер сүйген қыз қандай. Жұлдыз қандай, айғарыдай, шофер сүйген қыз қандай. Әуелі ұшқан бір топ тырналар, қанатын қағып табылғандар. Ей қанатын сынып, жолда мен сүйген жарыма сәлем айтамар. Қанатым сынып, жолда мен тұрдым, сүйген жарыма сәлем айтамар. Ей жүрегім менің дүрсілдейді, алғақтан торыдай. Қандай айғаныдай, шофер сүйген қыз қандай. Айғаныдай, шофер сүйген қыз қандай. Жұлдыз қандай, айғаныдай, шофер сүйген қыз қандай.